Сәлем достар, біз бүгін макпен тәтті тоқаш дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз 200 грамм сүт құямыз. Оның үстіне 100 грамм қант саламыз. Одан кейін бір жұмыртқа саламыз осының үстіне. Ерітілген сары май құямыз 50 грамм. Осылардың үстіне 7 грамм ашытқы салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. 350-400 грамм ұн салып қамыр илейміз. Менде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді осының бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Ары қарай салмасын дайындайтын боламыз. 50 грамм мактың үстіне 150 грамм сүт пен 120 грамм қантты салып, қоюланғанша қайнататын боламыз. Осындай қою болып шыққаннан кейін 30 грамм сары май салып, араластырып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осыны 5-6 бөлікке бөліп, осылай домалақтап аламыз. Одан кейін оқтаумен жаямыз. Оның үстіне жаңағы начинкамызды салып, осылай жайып шығамыз. Осылай орап шығамыз. Орап шыққаннан осылай ортасын пышақпен кесіп, жаңағы өрім сияқты бір-біріне өріп шығамыз. Одан кейін 2-3-ін бір-біріне бекітіп, осылай домалақ колечко жасаймыз. Енді осы дайын тоқаштарымызды көтерілгенше бетін жауып жарты сағат қойып қоямыз. Одан кейін 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Міне біздің тоқаштарымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.